сабағын бастаймыз. Біз өткен жолы үй тапсырмасына қандай шығарманы бердім сіздерге? Енді балалар, бүгінгі оқу мақсатымен таныс болыңдар. Әдеби шығармада сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну, көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау. Бағалау критерийі. Балалар, үй тапсырмасын біз сұраулы сөздер әдісі бойынша пысықтап өтейік. Бірінші сұрақты мен сендерге қоямын. Кімдер? Бесеудің хаты драмасын кімдер жазды? Кім айтады бірінші топ? Ал, Салтанат. Бесеудің хаты драмасын Ғабит Мүсірепов, Емирген Алтынбеков, Мансұр Ғатауллин, Қадыр Қуанышев және Боташ Әлиханевтер жазды. Мұны қойдай суреттер. Ал, екінші сұрақ бізде қайда? Екінші топ, бірінші топқа қояды. Ал, балауса. Сталин мен Рысқұлов қайдар кездесті? Ал, бірінші топ. Кремльде, Сталиннің кабинетіне. Ал, келесі сұрақ қашан? Әлі. Бесеудің хаты драмасы қашан жазылды? Біріміз. Бесеудің хаты драмасы 1932 жылы 4 шілдеде жазылды. Неліктен? Ал, Аяжан. Неліктен жазушы соңғы екі кейіпкерді қолданды? Ал, кім жауап береді? Жазушы соңғы екі кейіпкерді ертегі жағдайды көрсету үшін алған. Ал, балалар, жаңа сабағымыз бастамас бұрын, бесеудің хаты драмасына байланысты бейне көрініске назар аударыңдар. Кезекті бейнероликке назар аударайық. Қазақтың аштан қырылуына негізгі себеп бұл сол жылдарда орын алған ет дайындау науқандарының өршіп кетуі. Мұның нәтижесінде малдың басының 1933 жылдардың аралығында 40 миллион бастың айналасынан 4 миллион басқа дейін азайып кетуі. Қазақстанда мал етін дайындау, қорқыту және қысым жасау әдістері асыра сілтеушілікпен жүргізілді. Орал округінің орта шаруасы Есеналиевке 10 сағатта 50 пұт ет тапсыруды жүктеген. Ол 3 сиырының екеуін сойып, ет тапсырса, малды қасақана сойды деген айыптағы бар дүние мүлкін тәркілеген. Мал саны күрт азайып, орталықтың жүргізіп отырған озбыр саясатының кесірінен халықтың жағдайы күннен күнге қиындай берді. Халықтың басына түскен нәубет туралы республика басшылығына, Мәскеуге хаттар бірінен кейін бірі кетіп жатты. 1932 жылы бесеудің хаты жарияланды. Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев өлкенің басшысы Голощекинге халықтың аштан қырылып жатқаны туралы шындықты айтып хат жазды. Бұл наразылық хаты сұрапыл кезеңнің шындығын көрсеткен құжат ретінде тарихта қалды. Енді осы балалар, осы көріністен не аңғардық? Біз бұл көріністен не аңғардық? Бұл көріністерге жаңа сабағымыздың тақырып мен идеясын ашуға, драманың идеясын тереңірек түсінуге, сюжеттік композициялық құрылысын талдауға көмектеседі деп ойлаймын. Енді осыған байланысты сендерге Шерхан Мұртазаның мына пікірін айтып келіп тұр. Жалаң тарих көркем пьеса болмайды ғой, тарихқа жан бітіру керек дейді. Яғни Шерхан Мұртазаның осы бесеудің хаты драмасында жазушы, драматург тарихқа жан бітіре отырып, тарихи тұлғаларымызда Тұрар Рысқұловтың, Ғабит Мүсіреповтің еңбектерін бізге жеткізе білді деп ойлаймын. Ал балалар, енді бесеудің хаты драмасына байланысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма, бірінші топқа. Оқиға талдау әдісі арқылы композициялық құрылымына талдау жасаңыз. Балалар талдау жасайды. Дескрипторларға назар аударыңдар. Екінші топ композициясын талдау жасау арқылы оқиғаларын анықтап, идеясын анықтайсыздар. Екінші топ. Ал жұмыс жасаймыз балалар. Оқиғаның басталуы қалай өтті? Оқиға қалай байланысады? Шарттау шегінде, шиеленісте қандай оқиғалар болды? Екінші топта жұмыс жасап отыр. Ал кім дайын? Дайынсыздар ма?
Енді басталуынан бастайық, оқиғаның басталуы. Ал Әлиби айта ғой. Оқиғаның бастауы кезектен тыс бюро мәжілісі. Оқиғаның байланысы. Оқиғаның байланысы елдегі белең алған жағдай Нұрхан мен Ғабит. Оқиғаның дамуы солақай саясат шылдырлары. Сталин, Калашников, Құрамасов, елеусізім. Шиеленісі. Оқиғаның шиеленісі Нұрхан, Балым, Ғабит Мүсірепов, кіші қазан мәселесі, Күләнданың өлімі. Ал Оқиғаның шартта шегі Нұрхан, Балым, Ғабит Мүсірепов, аманат қайта жаңғырған өмір. Шешімі қандай болды? Шешімі Сталин мен Голощекиннің әңгімесі, Голощекиннің шешімі. Ал екінші топта кім жауап береді балалар? Оқиғаның басталуы. Бірінші оқиғаның басталуындағы идея басшы халықтың ауыр жағдайын елемеуі. Екінші оқиғаның байланысындағы идея қандай болды? Оқиғаның байланысындағы идеясы ақбоз-үйдегі көрініс Нұрхан мен Ғабиттің іштен қара диюлер мен әділетсіздікті көруі және де Қазақстандағы ашаршылықтың шегіне жеткендігін көрсетуі туралы. Оқиғаның дамуындағы идея Голощекиннің хат жазған бесеуді партиядан шығарып сотқа беру керек деген шешіміне Ивановтың ара түсіп бесеуді кешірім сұрауы. Ал Оқиғаның шиеленісінің идеясы Ғабит Мүсірепов пен Нұрхан ақынның Балымға баруы, Балымнан кітап жазақ болу ниетін айтты. шарықтау шегі Айкежан айта ғой. Оқиғаның шарықтау шегі Нұрхан ақын мен Балым Мүсіреповтің Қапалы көлінде сәби мен ананы көріп, аманат етіп тапсырған сәби арқылы жаңа өмірдің бастауы. Жаңа өмірдің бастауы ие. Ал Оқиғаның шешімінің идеясы Голощекиннің Сталиннен пана сұрауы, Тұрар Рысқұловтан Голощекиннің қорқуы, хат жазған бесеуді ату жазасына кесуі. дұрыс. Ал балалар, енді кері байланыс дейік, сыншы дос кері байлансын. Сындарлы сын, жағымды пікір, келешекке бағдар. Ал бірінші топ, екінші топ бар. Қандай жағымды пікір білдіреміз? Жылдан бұтамыз. Әлиби. Мен өз пікірімді, яғни екінші топқа берем. Екінші топтың оқушылары оқиғадағы идеяны жақсы анықтады. Екінші топ, бірінші топқа кім пікір білдіреді? Сыншы дос бойынша. Айдана. Маған екінші топтан Ерхаттың пікір білдіргені ұнады. Ал балалар, енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Кейс әдісі бойынша бірінші топ, бірінші бөлім, бірінші суретті оқыңыздар. Кейс тапсырмалары. Сталин мен Рысқұловтың әңгімесінен қандай мәселені білдіңіздер? Голощекиннің шұғыл жиналыс өткізуінің себебі неде деп ойлайсыздар? Прологты рөлдік ойын арқылы сахналаңыздар. Ал кім сұраққа жауап береді? Ақылдасамыз топ ішінде. Екінші топ. Төртінші сурет бойынша тапсырма. Нұрхан ақын қандай көркемдеуіш құралдарды қолданған? Мысал келтіріңіз. Нұрхан ақын жырында бейнеленген сұмдық суретті өз сөзімен баяндап беріңіз. Бірінші суретті рөлдік ойын арқылы сахналаңыздар дейді. Ал балалар топ ішіне дайындаламыз. Кім сұраққа жауап береді? Көбінісі. Кім қояды? Сталин мен Рысқұловтың әңгімесінен. Сталин мен Рысқұловтың әңгімесінен қандай мәселені білдіңіздер? Онда Тұрар Рысқұлов Сталинге Қазақстандағы өрескел бұрмалаушылықты жеткізуге тырысады. Ерхат, екінші сұраққа кім жауап береді? Айса. Голощекиннің шұғыл жиналыс өткізуінің себебі неде деп ойлайсыздар? Голощекиннің шұғыл жиналыс өткізуінің себебі бесеудің хатын тапқылау. Прологты рөлдік ойдан сахналаңыз дейді. Ал бірінші шығады сахналауға? Ал Неге біз жағдайды Қазақстандағы Голощекиннен емес, Мәскеудегі Рысқұловтан білеміз? Неге сенен басқа ешкім ләмдемейді? Менен де басқалары сізде Қазақстандағы өрескел бұрмалаушылықты жеткізуге тырысқан, бірақ олардың дауысы сізге жетпей жатыр. Қалайша? Мысалы, Ғабит Мүсірепов бастаған 5 жазушы сізге хат жазған, бірақ хат ұсталған. бірінші топ өте жақсы жауап берді. Ал екінші топ. Ал кім сұраққа жауап береді? Балауса. Нұрхан ақын қандай көркемдегіш құралдарды қолданған? Нұрхан ақын өзінің жырында теңеу, эпифра деген көркемдегіш құралдарды қолданған. Оны біз мына өлең жолдарынан біле аламыз.
Сирағы сидам сырықтай, білегі күйген шыбықтай, саусағы соған сүліктей. Ал мына жылтырдан эпифраны көре аламыз. Қабырлаған еткен жан, дүниеден безіп кеткен жан. Теңеу қалай жасалып тұр? Теңеу дай, Жақсы. Ал екінші сұрақ кім жауап береді? Ал Диас. Нұрхан бейнелеген сұмдық суретте адамдардың ашаршылықтан зардап шеккенін, сирағы сырықтай, білегі күйген шыбықтай болып қиналғанын бейнелейді. Дұрыс. Ал бірінші суретте сахналаңыздар дейді. Ортаға. Екінші топтың көрінісін тамашалайық балалар. Жолдастар, жау шапқандай, түн ішінде неге бүйре шақырды деп ренжімеңіздер. Ал жалпы жау шапты десе де болғандай. Міне жау. Жаудан да жаман, Филипп Исаевич. Ухвадан шыққан жау жаман, бүйірден шыққан дау жаман. Өзмұхан дұрыс айтады. Іштен шыққан жау жаман. Қаскөйлер өз ішімізден де шығып отыр. Ол не, Филипп Исаевич? Зәремізді алмай айтсаңызшы. Неге сенің зәрең ұша қалды, а? Сенің бүйрегің көріп тұрмаушы ма еді? Әне бір жазушы сымаққа. Құдай үшін айтсаңызшы не тұспалдап тұрғанымыз. Біз өзі өрт сөндіретіндей неге асығыс жиналдық? Не талқыланақпыз? Жазушы сымақ кім? Иә, өрт сөндіреміз, өрт. Қайдағы өрт? Иә, шынында да әңгімені басынан бастайық. Қаралатын мәселе біреу, бесеудің хаты. Рахмет. Ал балалар, осы екінші тапсырма бойынша кері байланыс берейік. Екінші жұмыстар келесі бойынша. Ал Ұлжан. Мен өз жұлдызымды екінші топтағы жігіттерге бергім келеді. Олар көріністі ойдағыдай сомдап шықты. Ал екінші. Мен өз жұлдызымды Ерхатқа, Айсанаға, Әлібиге бергім келеді. Айсана сұрақтарға жақсы жауап берді. Әліби мен Ерхат көріністі тамаша орындап шықты. Ал балалар, үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. 98-ші бетте кітаптарында тұр. Қараңыз, кестедім. Біз жаңа оқу мақсатына бағытталған тапсырма бұл жинақтау мен даралауы. Рысқұлов пен Сталин, Мүсірепов пен Голощекин. Бірінші топ Рысқұлов пен Сталинді ұстанымын, іс-әрекетін, мінез-құлқын анықтайды. Ал екінші топ Ғабит Мүсірепов пен Голощекиннің ұстанымын, іс-әрекетін, мінез-құлқын анықтайды. Топта бірге жұмыс жасаймыз, балалар. Кейіпкер Рысқұлов ұстанымы өмірде әділет пен елінде тыныштық береке болғанын қалайды. Іс-әрекеті бар батылдығын жиып, елі үшін Сталинге 3 мәрте хат жолдайды. Мінез-құлқы ашық жарқын, ісіне еліне адал батылады. Тамаша. Ал Сталин. Кейіпкер Сталин. Ұстанымы жеке дара билік жүйесін құру. Іс-әрекеті халыққа қисапсыз қисастық жасайды. Мінез-құлқы қатыгез айласы. Ал екінші топта Кейіпкер Ғабит Мүсірепов. Ұстанымы өз халқы үшін көп еңбек етіп, ашаршылықтар төзеді. Іс-әрекеті ақбоз-үйден қара түйелер мен ібілістерді көргесін өртеп жібереді. Мінезі сабырлы, тұспалдап ойын жеткізе алады. Дұрыс. Ал Голощекин. Голощекин ұстанымы өздеріне жау санайтын бесеудің хатын жоюы туралы. Іс-әрекеті Голощекин креслодан ұмтыла тұра келіп, бесеудің хатын талқылауы. Мінез-құлқы өте қатал, жағымпаз. Яғни Бадәулет бірінші суреттегі Голощекиннің іс-әрекетін келсе, мінез-құлқын айтты. Ал балалар, енді осы тапсырма бойынша бір-бірімізге кері байланыс берейік. Не жақсы? Бір-біріміз бағалаймыз топта. Мысалдар? Иә. Жұпты бағалаймыз. Мысалдар? Ұлжан? Немесе Ерхат Аяжанды бағалайды. Аяжан. Біздің топтан Аяжан мен Салтанат берілген тапсырманы тиянақты әрі нақты жазды. Мінез-құлқын, іс-әрекетін бәрін жасар. Дұрыс. Ал екінші топта?
Мен осы топта Бағдәулет пен Әкежанды бағалаймын, себебі олар Мүсірепов пен Голошокин ұстанымын, іс-әрекетін, мінез-құлқын бағалай білді. Жақсы балаларды біз. Ал енді балалар 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Шерхан Мұртазаның Бесердің хаты драмасындағы кейіпкерлерді тік кестесіне топтасып жазыңыздар дейді. Дәптерге жазамыз. Немісше ауызша айтсақ болады. Жағымыз кейіпкерлер, кейіпкерлерді топтасып жазамыз. Екі топ бірдей. Ал ауыз айтам дегендер бар ма? Балалар? Алайда ой, Ұлжан. Жанымда кейіпкерлеріне Рысқұловты, Мүсіреповті, Нұрханды жатқыздым. Дұрыс. Ал екінші топтан жағымыз кейіпкерлерді жазамыз. Мен шығармадан жағымсыз кейіпкерлерді айтатын болсам, Голошокин, Исаев, Құрамысов, Сербер. Отыр ғой. Сербер дегеніміз бұл жерде кейіпкер болғанда, жанды кейіпкер болғанда, ол жанды кейіпкер емес негізінде. Үш басты ит екен, сол сияқты ол жағымыз кейіпкерге. Тамы отындағы. Тамы, дұрыс айтасың екен. Тамы отындағы құбыжық Сербер дегеніміз үш басты ит. Ол жаңа кімді қуып жүреді? Голошокинді қуып жүреді. Ал енді кері байланыс өзін-өзі бағалау. Ұлжан, өзін-өзі бағалайды. Мен жағымды кейіпкерлерді дұрыс жеткізе білдім деп ойлаймын. Айдана. Мен жағымсыз кейіпкерлерді топтастыра алдым деп ойлаймын, себебі ал тек қана Серберді ғана қателесіп кеттім. Ал балалар, мен тапсырма беріп кетейін, салдан кім? Ағарке, Әли. Бұл оңай сұрақтар деп ойлаймын. Ал дайынсың ба, Ағарке? Шерхан Мұртазаның туылған жылы. Шерхан Мұртаза 1932 жылы дүниеге келген. Ал Әли? Бесеудің хаты драмасындағы бірінші сурет, бірінші бөлімдегі маңызды оқиға қандай? Оқиға Сталиннің кабинетінде, Тұрар Рысқұловтың үйінде, елде ішеді. Өмірде. Тамам, жақсы, дұрыс. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, маған үш нәрсені айт. Кері байланыс берейік. Осы бойынша оқу мақсаты бізде екі оқу мақсаты болатын балалар. Бірінші оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжет композициялық қалдыру арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Біз сабақта не өттік? Қандай тапсырма орындадық? Бірінші оқу мақсаты дұрыс айтасың. Оқиға тауы әдіс арқылы естетер айт Жәнібек орнатып. Біз Бесеудің хаты драмасының сюжеттік композициялық құрылысын оқиға тауы әдісі арқылы жасадық. Ал екінші топ осы тапсырмада қандай тапсырма орындадыңыздар? Біз композициялық талдау жасау арқылы идеясын анықтадық. Дұрыс айтасыз. Ал енді екінші тапсырмада қараңдар, көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау. Мен айтсам оны. Ал айта қойып. Біз драмадағы кейіпкерлердің типтік образын, іс-әрекетін және өзін-өзі ұстауын аша білдік. Ұстанымын, іс-әрекетін, мінез-құлқын ашу арқылы, одан кейін мына жерде не көріністі көрсету арқылы біз кейіпкерлерді даралап, жинақтап көрсете білдік. Кімді даралап көрсете аламыз балалар? Тұрар Рысқұловты, Мүсірепов Ғабит Мүсіреповті, сосын Нұрхан ақынды. Ал біз екі оқу мақсатына жеттік деп ойлаймын, табысқа жеттік балалар. Ал үйге тапсырманы жазып алыңдар. Бесеудің хаты драмасындағы Рысқұловтың ұлт қамы үшін еткен еңбегін дәлелдеп, ұлтын сүйген ұлы тұлға тақырыбында эссе жазыңыздар. Сөз саны 150-200 сөз. Дескрипталары әдеби дәлелдеме эсседе өз ұстанымын көрсетіп, аргументтер арқылы дәлелдеп жазады. Эссенің құрылымын сақтайды. Эссе тақырыбына сәйкес жазу стилін сақтайды. Ал балалар, бүгінгі сабақта белсенділік танытып, өз білімдерін көрсете білген балаларды бағалап кетейін. Бүгінгі сабақта 9-10 балл жинаған балалар. Әрби, Ерхат, Аяжан, Салтанат, Ұлжан, мына топтан Әкежан, Балауса, Айдана, Диас, Рысқұл Айдана. Енді 6-7 балаларны оқушылар. Әли, Бағдәулет, Артен айтсақ болды. Бұл оқушыларға 4 деген баға. Яғни бүгінгі сабақта барлық оқушыларды мен 5-тен 4-ке бағалаймын. Балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарың үшін рахмет. Үй тапсырмасы түсінікті деп ойлаймын. Қош, сау болыңдар.